Сәлем балақай. Қараш айналаға, қандай әдемі таң атты. Алтын күн шуағы өз нұрын шашып, барлық тіршілікті ұйқысынан оятуды. Ал мынау, біздің сүйкімді қошақанымыз. Ол әлі тәтті ұйқыда жатыр екен. Пыс-пыс. Қандай керемет ұйықтап жатыр десеңші. Міне, біздің қошақанымыз да оянды. Ол керіліп, жан-жағына қарады. Қошақан бүгін достарымен бірге көк майсада асыр салып ойнағысы келеді. Қошақан асықпай жолға шықты. Ол айналасына қызықтап қарап келеді. Қызық. Ол бүгін кімді кездестіреді екен? Ой, қарандаршы, бұл ұзын құлақ көжек. Ол секіруді өте жақсы көреді. Қандай көңілді көжек десеңші? Қошақан көжекті ойнауға шақырды. Бірақ көжек қазір өте бос емес. Ол тәтті сәбізді қырт-қырт етіп жеп жатыр. Жақсы көжек. Асың дәмді болсын. Қошақан досына кедергі жасағысы келмеді. Ол жайлап қана басып, ары қарай өз жолын жалғастырды. Мына мөлдір суда кімдер жүр? Бұл көңілді сары үйректер ғой. Олар суда жүзіп, мәз-мейрам болып жатыр. Үйректер көңілді сумен ойнап жатыр. Оларға мөлдір суда жүзген өте ұнайды. Қандай мәз үйрек, бірақ біздің қошақан суға түсуге сәл қорықты. Ол басын шайқап, жоқ, мен суға түспеймін дегендей артқа шегінді. Су оған өте суық көрінген сияқты. Кенет қошақанның мұрнына әдемі көбелек келіп қонды. Ой, қарандаршы. Ол қандай түрлі түсті, әрі нәзік. Қошақан тіпті қимылдауға қорыққанын ұмытып кетті. Қошақан көбелекті қумақ болды. Қараңдаршы, ол қалай жылдам жүгіріп барады. Жүгір, қошақан. Көбелек қошақанды үлкен гүлді алаңқайға алып келді. Ой, қараңдаршы. Мұнда гүлдер қандай көп, әрі әдемі. Қызыл, сары, көк гүлдер. Нағыз ертегі әлем сияқты. Күн де батып барады. Қошақан енді үйіне бет алды. Ол барлық достарына қарап, «Сау болыңдар достарым», дегендей басын изеді. Бүгін қандай тамаша күн болды десеңші? Міне, қошақан өз үйіне де келіп жетті. Ол бүгінгі саяхатына өте бақытты. Енді тәтті ұйқыға бататын кез келді. Қайырлы түн, кішкентай қошақан.